Сыйынатын Құдайым үніме құлақ асады. Михия пайғамбар 7-ші тарау 7-ші аят. Достарымыз сенімсіз болуы мүмкін, бірақ Тәңір иеміз сенімді. Ол кішірілген жанның жүзін теріс бұрмайды, керісінше оның барлық тілегіне құлақ асады. Қойныңда жатқаннан аузыңа абай бол. Адамдардың дұшпандары өз үйіші, дейді пайғамбар. Тіпті осындай жағдайдың өзінде де ең жақсы досымыз бізге адал күйде қалады. Сөйтіп, оған өзіміздің барлық қайғы қасіреттерімізді айта аламыз. Біз айналамыздағы қоршаған адамдармен шайқаспай, Құдайымызға қараған кезде ғана шынымен ақылды болмақпыз. Туған туысқандарымыз біздің сүйіспеншілікпен берген кеңестерімізді елемеген кезде, өзіміздің құтқарушы Құдайымызға ерекше сенім артамыз. Себебі ол бізді сөзсіз тыңдайды. Ал егер басқа адамдардың бізді аса жаратпай, қудалап не қорлап жатқанын көрсе, ол одан да жылдамырақ естиді. Сол кезде біз де, дұшпаным қуанба, мен құласам да қайта тұрамын деп көтеріңкі үнмен айталатын боламыз. Біздің жүгінетін Құдайымыз тірі Құдай болғандықтан, оның бізді тыңдауға құдіреті шынымен де жетеді. Ол сүйіспеншілікке толы Құдай болғандықтан, бізді шынымен тыңдағысы келеді. Ол өсиеттің Құдай болғандықтан, бізді тыңдауға міндетті. Егер әрқайсымыз оған келіп, менің Құдайым деп айталатын мүмкіншілігіміз бар болса, онда менің Құдайым мені естиді деп толық сеніммен айталамыз. Сондықтан да кел, қансыраған жүрек. Тәңір иең Құдайыңның алдында жүрегіңді бар ауыртпалығыңды төк. Жасырын жерде тіземізді бүгіп, іштей ақырын ғана, менің Құдайым мені естиді деп айтайық.